Ассалаумағалейкум, армысыздар. Мына QR арқылы қалай төлем жасау? Осы оплата деген осылай нөлде тұрған уақытта, мысалға, мысалы алайық, принять оплату. Осылай басқан уақытта телефон сияқты интернет арқылы жұмыс жасағаннан кейін кішкене загрузка осылай жүріп қалады кейде. Бұл енді байланысқа байланысты, сеттің жақсы тартуына байланысты. Осылай QR код шығады. Клиент осыны өзінің QR кодын ашып, осыны түсірген уақытта ар жақтан өз телефоннан подтвердить етеді, оплата болады. Түсінікті деп ойлаймын. Енді осы аппарат арқылы смена отчетты жабуды көрсетейін. Бұл жерде айтқандай возврат жасауға болады. Егер төлем дұрыс емес болып қалған болса, возврат деу арқылы возвратты басамыз. Связға байланысты дұрыс жұмыс жасамай жатыр. Мына жерде клиент төлем жасағандағыдай тағы да QR кодын ашып возврат жасауға болады. Жарайды. Енді смена отчет историяны басамыз. Отчет продаж деп тұр, по продаж. Осыны басқан уақытта начало и конец деп тұр. Начало деген жерді басамыз. Және бұл жерге кешегі уақытта, бүгін 22 число, біз кешегі уақытта 21-ін төмен қарай жылжытып қоямыз. Понедельник 21. Ал уақытты кешегі бірінші шегіміздің уақытын қоямыз. Мына жерде 7:52 деп тұр. 7 сенсорны жылжыту арқылы 7:52 қоямыз, өкейді басамыз. Мына жерде общий QR арқылы төленген сома шықты. 78.210 теңге. Енді распечатать деймізді. Бізде смена отчет шықты. Осылай, смена отчет осылай шығады. Тағы да чек қажет болса, тағы да басып шығаруыңызға болады чекті екінші рет. Осы шығарып болып, қайтадан обратно қайтамызда оплата нөлге түсіріп қоямыз. Ары қарай төлем жасай береді келесі сменада.